Сәлеметсіңдер ме оқушылары, қазақ тіл сабағы 2 сынып. Күнделікті сабақтарды үзбей жіберіп алмас үшін каналға міндетті түрде тіркеліп алыңыздар. 3-ші сабағымыздың тақырыбы диалог, монолог деп аталады. Бүгінгі сабақта диалог пен монологтың не екенін білуді және сөйлеу мәдениетін сақтап диалогке қатысуды үйренеміз. 9-шы жаттығуда өлең берілген, өлеңді тиісті дауыс ырғағымен оқимыз. Бүлдірген тереміз бе балақай? Алақай, ат жарыс көреміз бе балақай? Алақай, айға ұшып барамыз балақай. Алақай, кел, ағаш жарамыз балақай. Әй, атай. Бұл өлеңнің авторы Қадыр Мырзалы. Енді оқушылар осы өлеңге қатысты тапсырманы орындаймыз. Өлеңдегі кейіпкерлерді ата, олардың саны нешеу дейді. Өлеңдегі кейіпкерлер атасы мен немересі, олардың саны 2. Себебі өлеңде атасы мен немересі диалогке түсіп тұр, иә? Енді төмендегі ережені міндетті түрде есімізде сақтап аламыз. 2 немесе бірнеше адамның сөйлесуі диалог деп аталады. Келесі 10-шы жаттығуда өлең берілген, өлеңді түсініп оқимыз. Мен қазақтың тілімін деп аталады. Мен қазақтың тілімін, беретін көп білімім. Достасатын сендермен жаңа пәннің бірімін. Үйретем тіл заңдарын, сөзіме құлақ сал бәрің. Менімен тез іске сар, ойға алған арманың. Бұл өлеңнің авторы Ораз ақын Асқар. Енді оқушылар осы өлеңге қатысты тапсырмаларды орындаймыз. Өлең не туралы дейді? Ол неліктен тілдің атынан айтылып тұр? Өзің қорытынды жасап көр дейді. Өлең қазақ тілі пәнінің балаларға берер білімі туралы айтылып тұр. Ақын өлеңнің кейіпкері ретінде қазақ тілі пәнін алған, сөйтіп оны өз атынан сөйлеткен. Сондықтан да ол тілдің атынан айтылып тұр. Келесі тапсырма өлеңнің алғашқы шумағын көшіп жаз дейді. Яғни оқушылар бірінші шумағын көшіп жазамыз. Мен қазақтың тілімін, беретін көп білімім. Достасатын сендермен жаңа пәннің бірімін. Осы шумақты дәптерімізге әдемілеп көшіріп жазып аламыз. Өзіне немесе тыңдаушыға қаратып айтылған бір ғана адамның сөйлеуі монолог деп аталады. Осы ережені міндетті түрде есімізге сақтап аламыз. Жаңа бірінші тапсырмада диалог дегеніміз не екені айтылды, енді монолог деген ережені есімізге сақтап аламыз. Сабағымызды әрі қарай жалғастырамыз. 11-ші жаттығуда мысал берілген, мысалды оқимыз. Менің қызметім күшті. Адамдар үстімде ас ішеді, жазу жазады деді үстел. Мен болмасам жаныңа адам жоламас еді деді орындық. Бұл мысалдың авторы Әділ Балта. Оқушылар суретте көріп тұрғандарындай үстел мен орындық берілген. Үстел айтады, менің қызметім күшті дейді. Адамдар үстімде ас ішеді, жазу жазады дейді. Ал орындық айтады, мен болмасам жаныңа адам жоламас еді дейді. Бұл мысалда орындықта үстелде бір-біріне қажет. Сондықтан да екеуінде айтып тұрған дұрыс, егерде орындық болмаса, үстелге адам жоламас еді, себебі орындықсыз адам отыра алмайды. Енді осы мысалға қатысты тапсырманы орындаймыз. Бұл мысал диалог пе әлде монолог пе дейді. Дәлелде. Бұл мысал диалогке жатады, себебі суретте 2 кейіпкер берілген. Олар орындық пен үстел. Сондықтан да бұл диалогке жатады, диалогке қатысу үшін 2 кейіпкер болу керек. Келесі 12-ші жаттығу, диалогты толықтырып көшіріп жаз. Амансыз ба әже? Аманмын балам. Қалыңыз қалай әже? Жақсымын балам. Осы диалогты толықтырып, дәптерімізге әдемілеп көшіріп жазып аламыз. Енді осы жаттығуға қатысты тапсырманы орындаймыз. Парталасыңмен ата мен бала рөлінде амандасу жағдаятын құрастырып көріңдер дейді. Амансыз ба ата? Аман есенмін балам. Денсаулығыңыз жақсы ма ата? Денсаулығым жақсы. Өз қалың қалай балам? Рахмет ата, менде бәрі жақсы. Мінекей, осылай ата мен бала рөлінде амандасу жағдаятын бірінші берілген нұсқаға сәйкес осылай құрастыруға болады. Ал енді оқушылар, осымен берілген сабағымыз аяқталды. Егер де сабақ ұнаған болса, каналға міндетті түрде тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңдар.